Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ауызда еритін, дәмі тіл үйретін, өте нәзік балды торт рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтындығына 100% сенімдімін. Дәміне міндетті түрде сіздер ғашық болып қаласыздар. Видеоның астында описанияда грамдармен толық қажетті құрамды жазып қалдыратын боламын. Бізге бисквитіне 2 жұмыртқа, 2 ас қасық бал, сүт, сары май, ұн, қант қажет болады. Алдымен жұмыртқаны қантпен миксерлеп алатын боламыз. Қантымыз ергенше миксерлейтін боламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, тағы да миксерлеп алатын боламыз. Келесі кезекте бал қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан соң, соданың үстіне уксусты құйып, массамызбен бірге тағы да бір араластырып алатын боламыз. Дайын болған массамызды водяной баня, яғни су моншасына қоятын боламыз. Араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Толық ергеннен соң моншадан алып, ұн салып қамыр илейтін боламыз. Ұн салу барысында өте мұқият болу қажет. Тортымыздың нәзік болуы, қамырларының жұмсақ болуы дәл осы ұнға байланысты. Мен ұнды 450-500 деп жазғанмын грамын. Артық салуға болмайды. Араластырып отырып, ұн салатын боламыз. Ұнымызды 4-5 бөлікке бөле отырып, араластыра отырып саламыз. Барлық ұнды салып болғаннан соңда қамырымыз қолға жабысатын, жұмыс жасауға ыңғайсыз қамыр болады. Қамырды өте жақсылап араластырыңыздар, арасында комочек болып қалмауы қажет ұн. Қамырымыздың консистенциясы осындай болып шығады, қоймалжың болып шығады. Енді бетін пищевой пленка немесе пакетпен жауып, холодильникке саламыз. Холодильникте қамырымыз 1 сағат пен 4 сағат аралығында тұруы қажет. Сол кезде жұмыс жасауға ыңғайлы қамыр дайындалып шығады. Қамыр холодильникте менде 2 сағат тұрды. Сол уақытта пластилин сияқты қолға жабыспайтын өте ыңғайлы қамыр дайындалып шықты. Егер сіздердің қамырларыңыз 2 сағат тұрса да қолға жабысатын болса, яғни сіз әлі де холодильникте ұстауыңыз керек деген сөз. Тағы да 1 сағат көлемінде холодильникте ұстаңыз. Артықша ұн салып, қамырды илемейміз, тек қана жаю барысында ғана қолданамыз. Қамырымызды тортымыздың диаметріне қарай бөлеміз. Мен мұнда 26 диаметр жасадым, 9 бөлікке бөлдім. Сіз жасайтын тортыңыз 24 болатын болса, 12 бөлікке бөліңіз. Егер 26-дан үлкен болатын болса, 7-8 бөлікке бөліп жасай беріңіз. Барлық қамырды жайып, толық дайындап алыңыздар. Себебі қамырдың пеште пісу уақыты 3-4 минут уақытты ғана алады. Дөңгелетіп жаюдың қажеті жоқ. Бәрібір формамен кесіп алатын болғандықтан өзіңізге ыңғайлы түрде жайып алсаңыздар болады.
Барлық қамырды толық жайып дайындап алдым. Енді пеште пісіріп алатын боламын. 180 градуста 3-4 минут көлемінде пісіп шығады. Алтын түстес болғаннан соң ала береміз. Өзіңізге ыңғайлы формамен кесіп алыңыз. Кесіп алған қамырыңызды толық суытыңыз, ал шетін бір ыдысқа жинай беріңіз. Әсемдеуге қолданатын боламыз. Барлық қамырды пісіріп, формасын кесіп, суытып алатын боламыз. Бисквитіміз дайын болғаннан соң, келесі кезекте тортты жинауға кірісеміз. Тортқа өзіңіз қалаған кремді қолдансаңыз болады, өзіңізге ұнайтын. Мен қайнатпалы кремді қолдандым. Қайнатпалы кремнің рецептісі менің каналымда бар, кіріп көріңіздер. Барлық бисквиттеріміздің арасына кремді жағып, жинап шығатын боламыз. Арасына, егер қаласаңыздар, грек жаңғағын үгітіп салсаңыздар болады, өте дәмді, керемет үйлеседі. Тортымызды әсемдеуге бисквиттің қалған бөліктерін үгітіп алып, бетіне сеуіп шығатын боламыз. Расында да бұл торт өте әдемі, өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тортты әсемдеу өз фантазияларыңызға байланысты. Ештеңе қоймастан, ештеңе жақпасаңыздар да өте әдемі болып көрінеді. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.